Баршаға бүгін біз осындай импульс моментіне қатысты керемет есепті шығаратын боламыз. Ал ендеше кеттік. Бізде осындай есеп берілген. Бұл есеп Зайкин кітабынан алынған. Бізде айтады, осындай бізде қатты және ұзын не бар? Таяқ бар. Осы таяқта не дейді? Bir жағында үлкен кісі тұр, массасы М, оны 80 килограмм. Екінші жағында бала H биіктіктен секіреді екен. Яғни мына жер бізде H биіктік. Бізге айтады, бұл жерде не дейді? Осы бала секіргеннен кейін, мына ер адам, массасы үлкен М, қандай биіктікке көтеріледі? Яғни ол белгілі бір мынадай биіктікке көтеріледі. Іс жүзінде X дейтін биіктікке көтеріледі. Мына жерге дейін көтеріледі. Шамамен X дейтін биіктік. Біздің мақсатымыз осы X-ті табу. Бізге берілген ақпарат массалары және баланың осы айналу нүктесінен арақашықтығы. Ол бізде 2L, ал үлкен ағанікі L, тауып көрейік. Және H берілген биіктік. Бұндай жағдай не істейміз? Біз білеміз, бұл қандай соқтығысу. Бірінші соны анықтап алайық. Ол бізде серпімсіз соқтығысу. Яғни серпімсіз. Неге серпімсіз соқтығысу? Себебі бала мына ағашқа соғылады, ағашқа түседі, түскеннен кейін ол бір орында қалып қояды. Яғни ол ағаштан қайтадан жоғары қарай атқып шықпайды. Сол үшін бұл серпімсіз соқтығысу. Серпімсіз соқтығысу кезінде біз қандай тактикалар қолдана аламыз? Біріншіден, энергияны сақтау заңын қолдану бізге тиімсіз. Себебі бұл жағдайда энергия сақтала алмайды. Бұл абсолютті серпімсіз соқтығысу болған себепті. Егер серпімді болғанда энергия сақтау заңын қолдануға болатын еді. Бірақ бұл жерде біз қолдана алмаймыз. Сол үшін нені қолданамыз? Сол үшін біз импульс моментін қолданамыз. Импульс моменті. Неге импульс моменті, неге жай ғана импульс емес? Себебі бұл жерде айналмалы қозғалыс жүріп жатыр. Бұл бізде рычагтың рөлін атқарады негізінде. Рычаг қой негізін қарасақ. Және бұл айналып жатыр. Бала секіргеннен кейін мына рычаг көтеріледі. Белгілі бір фи дейтін бұрышқа көтеріледі горизонтпен. Мысалы, былай көтеріледі. Былай алайық. Бүйтіп көтеріледі. Фи дейтін бұрышқа көтеріледі. Сол үшін де біз импульс моментін, импульс момент сақтау заңы. Шығарып көрейік. Бірінші оны шығармай тұрып, мынаны сақтап алайық. Есте, бала H дейтін биіктікте тұр. Сол үшін оның басында қандай энергиясы бар? Бізде ол потенциалдық энергия. Баланың потенциалдық энергиясы. Одан кейін ол қандай энергияға алмасады? Ол әрине кинетикалық энергия алмасады. М в квадрат бөлінген 2. Енді бұл сәтте энергия сақталады, алайда соққаннан кейін энергия сақтау заңын қолданбаймыз. Тек қана осы жерде ғана қолданамыз. Е1 тең Е2, яғни энергия сақталып тұр. Дәл осы ситуацияда ғана. Себебі ол ең соңында тоқтап қалды. Ал егер ол қайтадан жоғары қарай атып шыққанда, мен тағы да энергия сақтау заңын екінші рет қолданатын едім. Бірақ ол қазір қолданамаймыз. Екеуі теңестірейік, сонда теңестірсек бізде қалай болады? mgh тең mv квадрат бөлінген 2. Мына жерден шығарып алсақ, ол бізде қалай болады? В квадрат ол бізде не болады? Жай ғана 2 m мен m қысқарады, 2gh. Біз әзірше осылай қалдырайық. Бұл осылай қалсын. Еспей қойып. Енді не істейміз? Енді мынадай дүниені еске алу керек болады. Импульс моментін білеміз, өткен видеода айтқандай. Импульс момент формуласы қандай еді? Ол бізде L1 тең L2. Яғни бұл сақтау заңы. Ал жалпы формула қандай? Ол бізде M, ол бізде былай алайық. Айналмалы дене үшін. Яғни ол бізде импульс моменті, инерция моменті көбейтілген бұрыштық жылдам. Енді біз білеміз, осындай несі бар. Бұл бізде не үшін жазылады? Бұл бізде таяқ үшін жазылады, ағаш үшін жазылады. Жазып көрейік. Ал бала үшін қалай болады импульс моменті? Ол былай болады. Яғни L1 ол бала үшін болсын. Ол M, және оның жылдамдығы V көбейтілген 2L. Яғни арақашықтық. Айналу нүктесінен алғандағы арақашықтығы. Ол бізде 2L. Көріп тұрсыз ғой? 2L. Ол бізде L1, яғни бірінші импульс моменті. Дейінгі импульс моменті. Дейінгі импульс моменті қандай болмақ? Ол бізде бұл неге қатысты? Жүйеге қатысты, себебі олар бір жүйе болып табылады. Сол үшін ол
инерция моменті көбейтілген қандай бұрыштық жылдамдық. Себебі біздің мына жүйеміз не істейді, айналады, белгілі бір бұрышқа айналады. Сол үшін бізде бұрыштық жылдамдықты алған тиімді болады бізге. Бұл екеуін теңестірсек, бірақ теңестірмей тұрып бұл екеуін не істейміз? Инерция моментін табу керекпіз. Ол үшін біз қалай істейміз? Бұл жерде айтып тұр, бізге ағаштың массасы берілмеген. Сәйкесінше ол оңайырақ болады. Тек қана бала мен осы үлкен кісінің массасы берілген. Шығарып көрейік. Инерция моментін есептеудің жолы қандай? Жалпы білеміз, оның мынадай формуласы бар. Мына жерде бізде сумма m r квадрат дейтін бізде жалпылама формуласы бар. Енді осы формуланы шығарайық. I тең бізде баланың массасы бар m. Ол қандай арағашта орналасқан? Яғни айналу нүктесінен алғандағы арағашта. Ол бізде 2l. Яғни 2l-дің квадраты болсын. Қосамыз. Неге қосамыз? Себебі бұл жерде екінші бізде үлкен кісі тұр ғой. Үлкен кісіде осы айналмалы қозғалыстың бір жүйенің бір бөлігі болып табылады. Сол үшін ол үлкен m көбейтілген қандай қашықтықта, яғни l дейтін қашықтықта тұр екен. Сол үшін m көбейтілген l-дің квадраты болады. Енді біз мына жақта 4l квадрат шығатынын білеміз. L квадратты жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Сол 4m қосылған үлкен m болады екен. Бұл бізде не? Бұл бізде жалпы жүйенің инерция моменті. Жалпы жүйенің инерция моменті. Енді біз екеуін теңестіре аламыз. Екі импульс моменттерін теңестіре аламыз. Теңестірейік. Теңестірсе қалай болады? Бізде m v көбейтілген 2l. Тең, осыны жазып қойып, l квадрат 4m қосылған m көбейтілген омега. Яғни бұрыштық жылдамдық. Енді осы жақтан қысқаратындық бар ма? L мен l қысқарады. Болды, басқа ештеңе қысқармайды. Сонда омега бізде 2m v бөлінген 4m қосылған m жақша ішінде және көбейтілген l. Бұл бізде не? Бұл бізде бұрыштық жылдамдық. Енді қарайық, бұл бұрыштық жылдамдықпен не істей аламыз біз? Бұл бұрыштық жылдамдық нені білдіреді? Бұл мына жердегі фи дейтін бұрыш бар ғой, осы бұрыштың қаншалықты тез бұрылғандығын көрсетеді. Бұл жүйе үшін бірдей. Яғни бұл мына массадағы адам үшін де және осы кішкентай бала үшін де бірдей бұрыштық жылдамдық. Бірақ сызықтық жылдамдықтары екі адамның екі түрлі болады. Баланікі басқа болады, үлкен кісінікі басқа болады. Неге? Себебі олар әртүрлі арақашықтықта орналасқан. Біреу l арақашықтықта, екіншісі 2l арақашықтықта орналасқан. Бұл бізде тұрақты, бұл жүйе үшін деп жазып қойын. Бұл бір тұтас жүйе үшін тұрақты. Алайда v1 мен v2 бір-бірімен тең болмайды. Осыны біліп алайық. Бұл нені білдіреді? Сонда омега 1 мен омега 2 тең болады. Яғни масса екі кісінің бізде несі тең болады? Бұрыштық жылдамдықтары бірдей болады да. Бірақ осы сызықтық жылдамдықтары бірдей болмайды екен. Енді көрейік. Біз осылай омеганы таптық. Енді біз қолдана аламыз, Бізде импульс моментін қолданғаннан кейін біз мынаны қолдана аламыз. Яғни мына кісіде белгілі бір жылдамдық алады ғой. Мына кісі кішкентай бала секіргеннен кейін ол u дейтін белгілі бір жылдамдық алады. Былай белгілейік біз. Мына жерде ол кісі u дейтін жылдамдық алады. Сәйкесінше кинетикалық энергия алған себепті ол x дейтін арақашықтыққа ол не істейді екен? Көтеріп жібереді екен. Сол үшін біз оған нені жаза аламыз? Әрине бұл кезде кинетикалық энергияны потенциалдық энергияға алмасқандағы теңдеуін жаза аламыз. Яғни бұл жерде энергия сақтау заңы жазылады. Қараңыз, мынаны есте сақтау керек, біз тек қана кинетикалықтан потенциалдыққа жаздық. Ал мына ағаш үшін жазбадық. Ағаш үшін олай болмайды. Неге? Себебі бұл бала секіргеннен кейін бұл кейбір энергияның кей бөлігі дыбысқа кетеді және осы таяқшаның деформациясына кетеді. Яғни таяқша сәл майысады ғой, оның бәрі бізде энергияның белгілі бір бөлігінің кеткендігін білдіреді. Ал одан кейінгі процесте біз энергия сақтау заңын жаза аламыз. Осыны есте сақтау керек. Енді көрейік. Біздің осы үлкен кісіміз, ағамыз осындай кинетикалық энергияға ие болады. Ол қандай энергия алмасады? Әрине потенциалдық энергия алмасады. Гравитациялық потенциалдық энергия. Енді қысқартып білеміз. Біздің мақсат негізі бұл жерде x-ті табу. Сәйкесінше x тең u-дің квадраты бөлінген не болады? 2g болады екен. Бізде мына жерде u жоқ, u-ды табу керекпіз. Енді u-ды қалай тапсақ болады? U-ды біз мына формуланы білеміз, жалпы v тең
омега көбейтілген r дейтін бізде шеңбер бойымен қозғалыстағы не бар? Табу формуласы. Бұл шеңбер бойымен қозғалыстан шығады. Дәл осыны біз қолдана аламыз, яғни u тең дейміз. Бұл сәтте не істейміз? Омега көбейтілген r-дің орнына не жазамыз? Ол бізде айналу нүктесіне дейінгі арақашықтық. Ол бізде l екен. L. Тегісше l дейміз. Енді біз u-ды осы жерден тауып алсақ болады. U тапсақ болады. Омега көбейтілген не болады? Жоқ, омега бізде берілген. Бізде омега берілген. Енді былай істейміз. U тең l-ді көбейтеміз. Омега бізде мынаның шамасы. 2m бөлінген 4m қосы m бөлінген l. 2m 4m қосылған m жақшаның ішінде көбейтілген l. Енді біз білеміз, бұл жерде ұзындық берілмейді негізінде, бірақ бөліктермен берілген. Мына жер 2l, l деген сияқты. Сол үшін бізде ұзындық формуладан толықтай шығып кетеді. Бізде мынадай формула шықты сонда. Мына жерде барлық ақпарат бізге берілген. Бір жақсы жері бізде берілген. Енді не істейміз? Енді біз аламыз да осыны мына формулаға қоямыз. Және сол кезде біздің x дейтін арақашықтығымыз шығады екен. Биіктік шығады екен. Қоятын болсақ, қалай болады? X тең 1 бөлінген мына жақта 2g деп жазып қояйық, және u-дың квадраты бұл жерде. Біз мынаны квадраттаймыз. 2m v 4m қосу m. Және бұл жақша ішінде квадратталған. Енді осыны квадраттайтын болсақ, қанша шығады? Бізде 4m квадрат v-ның квадраты бөлінген. Аяқта 2g бар. Және не болады бұл жерде? 4m қосылған үлкен m-ның квадраты. Енді қарайық, бұл жерде бізде m бар, кішкентай m бар, g бар. Бірақ не жоқ? Бірақ v-ны біз ашып жазу керек. Себебі біз қандай жылдамдықпен құлағанын білмейміз. Оны біз ең басында былай тапқан болатынбыз. Осы жерде тапқан болатынбыз. Осыны апарамыз да қоямыз. Мен мына жерде v квадрат деп қалдырып кеткенде себебі осы. Яғни бұл жерде біз 2gh деп жазсақ болады. Жазып көрейік. 4m квадрат көбейтілген 2gh. Енді мына жақта бізде 2g бізде қысқаратын заттар бар сияқты. 2g мен 2g қысқарады. Сонда бізде қандай формула шықты? Бізде мынадай қызық формула шықты. 4h көбейтілген m-ның квадраты 4m бөлімінде қосылған m квадрат. Бізде осындай керемет формула шықты. Бұл бізде нені анықтау үшін? Әрине биіктікті анықтау үшін. Енді сандық мәндерін қою ғана қалып, бізде h бізде 1/5, үлкен адамның массасы бізде 80, баланың массасы 40 кг. Жай ғана осылай қойсақ болады. енді бұл есепте маңызды білу керек нәрсе не? Бұл жерде бұл импульс моменті дегенді қолдана білу керек. Және есте сақтайтын не? Серпімсіз соқтығысу кезінде энергия сақтау заңын жазып керек емес. Энергия сақталмайды серпімсіз соқтығысу кезінде. Бұл абсолютті серпімсіз болып тұр ғой. Егер бала секіріп, яғни осы таяқшаға секіріп қайтадан ырқып шықса, яғни қайтадан көтерілсе, онда ол кезде энергия сақталатын еді. Бірақ қазіргі ситуацияда энергия сақталмайды. Неге? Себебі энергияның белгілі бір бөлігі деформацияға кетеді, немесе дыбысқа кетеді. Және білу керек осы формула. Қараңыздар, бұл не үшін жазылды? Мынау неге инерция момент көбейтілген омега, ал мынау неге mv 2l? Себебі бұл бізде материалдық нүкте ретінде қарастырылады. Оны біз қатты дене ретінде қарастырсақ, бұл жүйе өте қиын болып кетеді. Сол үшін біз бұны материалдық дене ретінде қарастырамыз. Бұл жер айтылмаған үстіне қатты дене ретінде қарастырып. Сол үшін бала мен осы үлкен кішіні біз материалдық нүкте ретінде қарастырамыз. Енді ол сәл дәлдеп кетейік. Мына жерде бізде I-дің формуласын білеміз. Инерция моменті ол бізде не? mr квадрат көбейтілген омега. Енді біз білеміз, v дегеніміз ол не? Омега мен r-дің көбейтіндісі. Осы жерден біз ашып жазайық. m v r r. Енді мына бізге нені береді? Бұл бізге жылдамдықты береді. Яғни сызықтық жылдамдық. Сәйкесінше менде мынадай формула шығады. m v r. Бұл бізде материалдық нүкте үшін импульстың моменті. Бастысы осы, білу керек нәрселер осы. Және бұл жерде бір тағы ескермеген нәрсеміз ол бізде таяқшаның несі? Массасы. Егер таяқшаның массасын ескеретін болсақ, бұл жерде жай ғана біз инерция моментіне оны қоса саламыз. Қатты қиындығы жоқ, жай ғана қоса саламыз. Біз таяқшаның массасын ескеріп көрейік, қосымша. Қалай болады? Егер таяқшаның массасы болса, қалай болады? Инерция моменті.
біз жай ғана қалай есептедік? Жаңа бізде былай болды, инерция моменті L квадрат 4m қосылған m болды. Және қосамыз оған қайтадан таяқша дейік. Таяқша. Осыны есептейік, таяқшаныкін есептейік, сонда бізде шығады инерция моменті. Яғни инерция моменті біздің бұл жерде нені білдіреді? Ол мына жүйені айналдырудың қаншалықты қиын екендігін білдіреді. Яғни инерция моменті көп болатын болса, онда жүйені айналдыру қиын болады. Ал аз болса, сәйкесінше оңай болады, иә. Мына таяқшаның несі? Біз жалпы таяқша қандай немен айналып тұр? Дәл центрде орналасқан ба? Жоқ. Неге бұл жалпы таяқшаның ұзындығы 3L. Міне былай алайық. Таяқшаның ұзындығы бізде 3L. Жалпы ұзындық ол бізде 3L. Бірақ мына 3L болса, ол оның центр нүктесі қай жерде болу керек? Әрине мына жерде болу керек. Яғни ол мына жақта 1,5L, мына жақта 1,5L болу керек. Бірақ ол қалай орналасқан біздің ситуацияда? Ол біздің ситуацияда былай орналасқан. Яғни сәл былай орналасқан. Түрі нүктесі осылай. Яғни мына жақта L болған, мына жақта не болған? Былай алайық. Мына жақ бізде 2L болған. Біздің ситуация. Сол үшін былай істейміз. Жалпы таяқшаның центр бойымен айналдырғандағы инерция момент табайық. Оның формуласы бізде мынадай. Біз бір мән берейік. M таяқша дейік. Көбейтілген не болады? Өзінің ұзындығы бар. Өзінің ұзындығы бізде 3L. 3L. Осының квадраты бөлінген не болады? Бізде 12 болады екен. Енді M таяқша көбейтілген 9L квадрат бөлінген 12. Енді біз әрқайсысын 3-ке қысқартатын болсақ, M таяқша көбейтілген 3L квадрат бөлінген 4 екен. Бірақ ситуация бұл жерден бітпейді. Неге себебі біздің жүйеміз центр арқылы айналып жатқан жоқ, немен айналып жатыр? Центрден сәл ығысқан. Центрден қандай қашықтыққа дейін ығысқан? Ол бізде D дейтін қашықтыққа орналасқан. Ол D дейтін ол түсінікті. Мына жер L болса, біз бұлай табыламыз. Мына жер толық, бізде мына жер толық дейтін 1,5 L ғой. Значит, D деген не болады? 1,5 L-дан L-ді азайтсақ, бізде 0,5 L қалады екен. Осындай жартысы. Енді біз таба аламыз. Бұл Штайнер теоремасын қолдану керек. Штайнер теоремасы бойынша қалай болады? Біздің жалпы осы таяқшаның инерция моменті, ол өзінің инерция моменті, таяқшаның өзіндік, яғни нормаль ситуациядағы, бұл центрмен айналдырғандағы қосылған нені? M таяқша көбейтілген D-ның несіген квадраты екен. Енді біз жаққа қойсақ, 3M таяқша L-дің квадраты бөлінген 4 қосылған не болады? M таяқша, мына бізде L бөлінген 2 деп ашсақ болады. Осының квадраты бізде нені береді? L-дің квадраты бөлінген 4-ті береді. Енді біз қосатын болсақ, бізде жай ғана мынадай формула шығады. M таяқша L-дің квадраты. Бұл бізде не болды сонда? Жай ғана материалдық нүктенің не сияқты болды? Формуласы сияқты болды. Енді осы жаққа қоссақ, біздің формуламыз өте оңай болып кетті. Яғни L квадрат 4M қосылған M қосылған не болады? M таяқша. Біздің осындай есептеуіміз бар. Осылай есептедік. Бұл бізде толық жүйенің инерция моменті болып табылады. Бастысы осындай ситуацияларда әр сұраққа жауап іздеген абзал. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылып отырайық. Сау болыңыздар.